Тәтті қарбыз маусымы басталды. Көптеген адамдар олардан ләззат алады. Тіпті негізгі тағамды қарбызбен алмастырып, оны қарбыз диетасы деп атайды. Осы алып жетектен ләззат алуды бастамас бұрын, қарбыз диетасы сізге рұқсат етілгеніне көз жеткізіңіз. Қарбызды шамадан тыс тұтыну зәр шығару жолдарының ауруларына теріс әсер етуі мүмкін. Себебі, қарбыздағы судың көп болуына байланысты зәр шығарудың жиілігі ұлғайып, сонымен қатар цистит немесе несептаз сияқты аурулардың салдарынан онсыз да әлсіреген зәр шығару жолдарына қосымша ауыртпалық туындауы мүмкін. Қарбыздың құрамында қант бар. Оны шамадан тыс жесе, ол зәр шығару жолындағы бактериялардың белсенділігін артуына ықпал етеді. Өйткені қант қабынуды ынталандырады. Қарбызды көп мөлшерде жеу, оның құрамында калий мен натрийдің жоғары болуына байланысты бүйректерге күш түсіреді. Қарбыз көптеген пайдалы қасиеттері бар тамаша жидек. Бірақ проблемалары бар және зәр шығару жолдарының ауруларына бейім адамдар абай болу керек. Теңгерімді тамақтануды ұмытпаңыз және бұл видеоны қарбызды жақсы көретіндерге жіберіңіз.